Балалар, біз жаңа Бау-Браун күйінің оркестр кезінде қалай айтылатыны естідік. Енді жеке тыңдайық Бау-Браун күйін. Мен сендерге Бау-Браун күйін жеке және оркестрінде қалай дыбысталатынын тыңдаттым. Ал енді сұрақтар. Сендерге күй орындалуының қай нұсқасы ұнады? Оркестрдің орындауында күй көркемделуіне не себеп болды? Орындаушылар саны, аспаптардың көптілігі, әртүрлілігі, дыбыс күші, дыбыс бояуы, немесе дирижердің болуы. Жақсы, жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді балалар, бұл тыңдалған Бау-Браун күйін біз қазір Вен диаграммасына түсіретін боламыз. Екі шетіне күйдің оркестр және жеке орындауының айырмашылықтарын жазасыңдар, ал ортасына қандай ұқсастықтар болды, соны жазасыңдар. Ал іске сәт. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындаған екенсіңдер. Өте жақсы. Бұл Бау-Браун күйінің ноталық түрі. Жақсы. Балалар, мен сендерге айтқым келеді. Оркестрмен орындалатын музыкалық шығарманың өте көркем болуы оның жетекшісі дирижерге байланысты. Ол оркестрдің бірге орындауын, шығарманың ырғағын, екпінін, дыбыс күшін қалай ойнауы керектігін қас-қабағы мен қол қимылдары арқылы көрсетеді. Өзін сүйіп тыңдайтын Құрманғазы атындағы оркестр қазақтың алғашқы халық аспаптар оркестрі. Оркестрді алғаш ұйымдастырып құрған әрі дирижері болған композитор Ахмет Жұбанов. Бәрімізге түсінікті болды ма? Жақсы. Ендеше балалар, біз бүгін бір кісімен танысатын боламыз. Бұл кісі бүгін біз танысатын әннің авторы. Біздің бүгінгі әніміздің аты біздің оркестр деп аталады. Оның авторы Тынысбек Әуелбекұлы Қоңыратбай. 1955 жылы 18 қыркүйекте Қызылорда қаласында дүниеге келген екен. Республикаға тарайтын қазақ және әлем әдебиеті, музыка әлемінде журналдарының бас редакторы Әуелбек Қоңыратбаев қазақ әдебиетінің тарихын зерттеуші редактор екен. Шетел және республикалық баспасөз беттеріне 500-ден астам ғылыми теориялық және ғылыми практикалық мақалалары жарияланған екен. Жақсы, ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Біз қазір балалар, біздің оркестр әнін тыңдайтын боламыз. Бәріміз мұқият тыңдаймыз. Тамаша, әнді тыңдап болдық. Енді балалар, сендерге сұрақтар. Әннің көңіл күйі қандай? Музыкалық шығарма сізге қандай ой тастады? Осы шығарма уақыт белестерін бізге қалай жеткізіп берді? Жақсы, келесі сұрақ. Осы әнге қатысты музыкалық шығармашылық жұмыстар жасау үшін өз идеяларыңды ұсынып көріңдерші. Тамаша. Балалар,
бұл туындыдан қандай сезімде болдыңдар? Туындының авторы кім? Әннің орындауы қалай? Жақсы, тамаша балалар. Енді балалар, қазір біз әнді айтпас бұрын тыныс пен дыбыс жаттығуларын орындап алайық. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ла, соль, фа, ми, ре, до. Тамаша. Жаттығуларды орындап болдық, енді ән айтуға болады. Тамаша балалар, әнді өте жақсы айттыңдар. Енді осы әнге байланысты келесі тапсырмамызды өтейік. Балалар, қазір біз екі топқа бөлінетін боламыз. Бірінші топ біздің оркестр әнінің бірінші шумағындағы та-та-та-та-та буындарын дауыспен әуендетіп, бум-бум буынын ұрмалы аспаптармен шапалақпен соғып көрсетесіңдер. Екінші топ әннің екінші шумағындағы дын-дын, дағы-дын буындарын дауыспен әуендетіп, дын-дын буынын ұрмалы аспаптармен шапалақпен соғып көрсетесіңдер. Ал, іске сәт. Тамаша балалар, неткен керемет әуен шықты. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгін қандай тақырыппен таныстық? Оркестр дегеніміз не? Оркестрдің қандай түрлері бар? Балбырауын күйінің авторы кім? Сабақта қандай әнмен таныстық? Әннің авторы кім? Тамаша балалар, бүгінгі сабақты өте жақсы меңгерген екенсіңдер. Енді рефлексияны біз ұшақ әдісі арқылы өтейік. Мен сендерге қазір кесте таратамын, сендер сол кестені толтырыңдар. Бүгінгі сабақта таныстым. Есімде көбірек қалғаны, маған ұнағаны, маған ұнамағаны, менің көңіл күйім. Бұл өлең мені болуға тәрбиелейді. Жақсы, толтырып болдық па? Тамаша, енді кері байланысымызға көшейік. Егер балалар, сендердің көңіл күйлерің тамаша болса, бас бармақтарыңды жоғарыға көтеріңдер. Көңіл күйлерің жақсы болса, бас бармақтарыңды орташа көрсетіңдер. Ал егер көңіл күйлерің нашар болған болса сабақта, онда бас бармақтарыңды төмен түсіріңдер. Тамаша, барлықтарында өте жақсы көңіл күй екен. Енді балалар, үй тапсырмасын жазып алыңдар. Үйге біздің оркестр әнін жаттап келу беріледі. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше.